Сәлеметсіздер ме? Мен Балерке Бөбекжай балабақшасының тәрбиешісі Ахметқалиева Шалқар Тұрсыновна. Сіздердің назарларыңызға жылыжай макетін ұсынамын. Жобаның басты мақсаты балаларды табиғатты сүюге, қорғауға және де күтіп баптауға үйрету. Жылыжай бұл өсімдіктер өсетін жылы, жарық, жайлы орын. Жылыжайдың ішінде өсімдіктерге қажетті жағдайлар жасалады: жылу, жарық және су. Сондықтан мұнда гүлдер мен көкөністер жақсы өседі. Менің макетім сол жылыжайдың кішкентай үлгісі. Бұл макет арқылы балалар өсімдіктердің қалай өсетінін өз көздерімен көре алады. Олар өсімдікке су құюды, оған күтім жасауды, оның өсуін бақылауды үйренеді. Сондай-ақ балалар өсімдіктердің тірі ағза екенін түсінеді. Жобада экологиялық тәрбиеге ерекше көңіл бөлінді. Біз балаларға табиғатты қорғау керек екенін, гүлдерді жұлмау, ағаштарды сындырмау, айналаны таза ұстау керектігін түсіндіреміз. Бұл макетте жасыл технология элементтері қолданылды. Мысалы, күннің жарығын пайдалану көрсетілген. Күн табиғи таза энергия көзі. Біз балаларға электр қуатын үнемдеу және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану туралы түсінік береміз. Сондай-ақ суды үнемдеу дағдыларын үйретеміз. Бұл жоба балалардың қызығушылығын арттырады, ойлау қабілетін дамытады және еңбекке баулиды. Балалар өз қолдарымен өсімдік өсіру арқылы жауапкершілікті сезінеді. Сондай-ақ бұл макетті сабақ барысында, ойын кезінде және тәжірибелік жұмыстарда қолдануға болады. Ол балалардың білімін бекітуге және тәжірибе арқылы үйренуіне көмектеседі. Қорытындылай келе, жылыжай макеті бұл тек көрнекі құрал ғана емес, сонымен қатар балаларға экологиялық тәрбие берудің тиімді жолы деп есептеймін. Осындай шағын қадамдар арқылы біз табиғатты сүйетін қамқор ұрпақ тәрбиелей аламыз.